Әдебиет танытқыш көркем өнердің болмысы мен құрылымын, қазақ әдебиетінің ерекшелігі мен сипатын, әдеби үдерістің мәнін, жанрлар қалыптасуының қоғам тағдыры мен талғамына қатысын, сөздің өнерге, өнердің пән ғылымына айналу жолын, сөз жүйесі мен ой жүйесінің мәйегін, өлең мен қара сөздің пішіндік, мазмұндық құрылысын, ауыз әдебиет пен жазу әдебиеттің дара соқпағын, басты жанрлар мен оның ішкі бөліністері қағидаттарын, әдебиет пен дәуір, әдебиет пен сана, әдебиет пен діл, әдебиет пен ой, әдебиет пен мүдде қарым-қатынасы жайын жік-жігімен түсіндіріп беретін ұлттық білім, таным, ғылым, әдістеме, әдіснама кешені. Мұндағы әдебиеттану мен дүниетанымға байланысты 350-ден аса термин мен атаудың бәрі де ұлт ұғымына суарылған, халық түсінігіне жақындатылған. Ахмет Байтұрсынұлы фольклор мен авторлық әдебиетті алаш парасатының, дүниені тануының кілті ретінде қараған және соған сай көркем өнер мазмұнындағы рәміз, белгі, тұспал, тағы басқаларын айқын көргенін аңғарамыз. Әдебиет танытқыш бүгінгі әдебиет тануға жол ашқан жанрлық жіктеудің яки бөлудің басында тұрған еңбек. Мұнда фольклор жанрлары, діндар дәуір әдебиеті жанрлары, сындар дәуір әдебиеті жанрлары айқындалып, іштей сараланған. Осы жіктеуді ұлт ғалымына, тіпті түркі дүниесі әдебиет тануына Ахмет Байтұрсынұлы енгізген жаңалық деп ауыз толтырып айта аламыз. Сонымен Ахмет Байтұрсынұлының әдебиет танытқышы әр буын қайта оралып, рухани нәр алатын, ұлт өнерін дәстүрлі таныммен, білікке суарылған парасатпен байытатын еңбек. Мұны тек әдебиетші ғана емес, әлеуметтік ғылымдардың барша саласы өкілдері оқып, зерделей алады. Қорыта айтқанда, әдебиет танытқыш қазақ әдебиеттану ғылымы жөніндегі тұңғыш көлемді еңбек. Ондағы барлық атаулар мен терминдер қазақ әдебиетінің түсінігіне сай келіп, оқырмандарға ыңғайлы жазылған. Сонымен қатар бұл еңбектің әлі де жеке құндылық деңгейіндегі мұра ретінде зерттелуі керек екенін және ғылыми айналымға енгізілу қажеттілігін айта кеткеніміз жөн.